Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Алуа. Ақ шелпек рецептімен бөлісетін боламын. Видеомның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай шелпегіміз ақ, сарғыш ақ болып піседі. Ешқандай дрожжсыз, яғни ашытқысыз, жұмыртқасыз дайындалады. Құрамында өте оңай заттар. Үйден жасап көруді кеңес етемін. Осындай ағарып пісіргіңіз келсе, дәл менің рецептім бойынша пісіріңіз. Жұмсақ, нәзік, дәмді шыққан. Көріп тұрғандарыңыздай, алдағы видеомда ашытқымен және жұмыртқамен дайындалатын шелпектердің рецептін салатын боламын. Осы жолы ешқандай ашытқы және жұмыртқа жоқ құрамында. Шелпегіміз жұмсақ. Осы кезде електен өткен ұнымызға 2 қасық қантымызды және 1 қасық майонезімізді, 1 қасық қосқышымызды шай қасықпен салып және тұзды суымызды құйып араластыратын боламыз. 2 қолдың көмегімен жақсылап илеп 30 минутқа тындыратын боламыз. Дайын болған қамырымызды 30 минутқа жауып қойдық. 30 минуттан кейін осылай күлшелеп алатын боламыз. Кішкене қолға жабыспаушы май жағасыздар. Шелпек пісіріп жатқан кезде қыздар, майымызды неғұрлым қатты жақсы қыздырып алсақ, соғұрлым шелпегіміз жылдам пісетін болады. Күлшелеп алатын боламыз, бетін жауып тындыратын боламыз. Дайын болған қамырларымызды оқлаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Осы кезде майымызды қыздырып, шелпектерімізді пісіріп алатын боламыз. Мінекей шелпектеріміз дайын, ас болсын.